Армысыздар қадірменді достар. Бұл мен Ермұхамед Мәулен, бұл Аладоп парақшасы ютубтағы. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Жалпы 3-1 матч бар, білесіздер, Европа лигасында. Одан да бөлек матчтар бар ғой, бірақ Қазақстанның 3 командасы өнер көрсетеді. Білесіздер, Қайрат, Қайсар, Астана командасы. Осы үшеуіне жанкүйер боламыз. Қадірменді ағайын, енді біз негізгі тақырыбымыз осы матчтың төңірегінде талқылау, реті келсе болжам айту. Әдеттегідей біздің студияда Ермұхамед Мәуленнен басқа Уәлихан Қосанбай бар, комментатор, және біздің тұрақты эксперт Сократ деген досымыз келіп отыр. Өткен жолы 5 коэффициенттен, 4 коэффициенттен событиялар жаңа экспресстер айтып, адамның барлығын шок қылып кеткен еді. Қалай жағдай? Сен артыңнан іздеп телефонын сұрап жүрген жоқ па? Жоқ, ондай жоқ. Ана нағыз көтереді деген, баспен гол ұрады деген қалай болды ол? Солай болды, баспен гол ұрды. Лукаку алдында гол ұрып алады. Лукаку алдында екеуі де бір жарымнан көп ұрады. Енді ол кезде енді не болды, бір рок-н-роллға ұқсас болды ғой. Түгел шықты. Одан кейін тенниске де болжам бердім, оның да бәрі шықты. Иә, ол да шықты. Мінекей қадірменді ағайын, осындай адамдар біздің заманымызда бізбен бірге өмір сүріп жатыр. Әулие адамдар. Месси мен Криштианоның дәуірінде өмір сүріп жатырмыз деген болды. Сонымен ұзақ созбайық, 18:00-де ертең Қайсар мен Апоэл арасындағы кездесу болады. Осы ойынға болжам айтсақ деген ой бар. Уәлихан, сенен бастайық. Бұл ойында Апоэл победа 1.91 коэффициент екен. Тіпті Апоэл -1 деп те айтам. Негізі 2.67, Апоэл -1. 2 доп айырмасы ма? Иә, отады. Бірақ өйткені тағы берген травмада ойнамай ма? Ойнау мүмкін деген. Ойнау енді мүмкін шығар, бірақ жарақатта, бірақ сосын енді білмеймін, менің ойымша енді Апоэл тәжірибелі, Қайсар екінші рет па? Бірінші рет Европа лигасында ойнайын деп жатыр, сондықтан да қызылордалық командаға ешқандай мүмкіндік жоқ бұл ойында. Деп ойлайсың? Иә, деп ойлаймын, сондықтан да Апоэл -1 деген 2.67 коэффициентке. Жеңіс ше? Жеңіс, Апоэлдің жеңісі 1.91, бірақ шамалы аздау болып қалды ма, көбірек коэффициент айта берейік деген ғой. Жоқ, 1.90 әжет. Жоқ, -1, Апоэл -1. Жарайды. Енді қадірменді ағай, мен де өз жанымнан қоса кетейін. Бұл матч Шымкентте өтеді, бірақ кездесуден тұрады. Сондықтан матч 120 минутқа созылуы мүмкін, тіпті пенальти тебуі мүмкін. Апоэл пенальти тепкіш команда, өздеріңіз білесіздер. Астанаға 2 мәрте келіп ұтылған. Қазақ клубтарына кеткен есесі бар бұл Кипрдің командасында. Өз елінің тұрақты чемпионы, 27 рет чемпион болған екен. Жыл сайын Еврокубок ойнайды, өткен жылы Европа лигасында ойнаған. Бұл ойынға енді болжамды мен өз басымнан айтатын болсам, Қайсар чемпионатта аз ғана гол жіберген, аз ғана гол салған. Қорғаныс 1-0 отат, немесе 1-0 жеңіледі. Сондай команда ғой. Қорғаушылар шаршамай ма деген сұрақ бар да. Шаршамайды, Европа лигасына дайындалып шығады. Өткенде Қайратпен ойнаған ойын бұларға сабақ болды. Отылып қалды ғой, ойынның соңында 2 гол жіберіп алды. Сондықтан 2,5 кем деген тотал 1.75 коэффициент. Өте тамаша. 3 голды мына екеуі жабылып жүріп, бұл екі командалар сала алмайды. Ал енді өзіңіз жарып жіберсеңіз. Мен анау -1.5 Апоэл 2 доп айырмашылығы -1 деген ол возвраттың коэффициенті. Ол дұрыс емес ол негізі. Олай тікпеу керек. -1.5 дегенің -1,5 3.47. 3.47, иә. Соған кіресің ба? Иә. Отанымыз, Қызылордамыз, күрішіміз деген патриотты ой жоқ қой, сонда. Анау не ғой? Болеем за Қайсар, но ақша ставим на Апоэл деген сияқты. Не дегені? Жарайды енді. Болеем против немцы, но ставим за немцев. Германия ойнаған кезде. Енді мынау Апоэл өткен жылы енді түсінікті. Севильямен бір топта болған, өзінің тобынан 2-ші орын алып, плей-оффқа шыққан, Базельге 3-0, 4-0 қадалған 2 ойын аямай. Сөйтіп жарыстан шығып кеткен, 2-3 ойыншысы трансфер бойынша сатылып кеткен, сондықтан құрамы нашар деп ойлаймын. Оның алдында Гилиани деген жаңа Косовоның командасын зорға деген ұтыпты. 1-1 ойнаған Косовоның бөлесінде жаңа. Сөйтіп 111 бөлесінші минуттарда 2 гол ұрып. Енді оларда да практика жинаған. Апоэл ставканы бәрібір осы бір Еврокубоктарға тігеді ғой, сол жақтан ақша жасайды.
сол міндетті түрде өтеді. Чемпионатта ашина Қайсарды где-то 2-0 жеңеді. 3-0 болып кетуде мүмкін. Бірақ сең шықпай кезде. Көреміз енді, мәселе онда емес. Мен бірақ әйтеуір школ ұрамайды аналар деп отырмын. Өйткені матч Шымкентте күн райы жаңағы жақсы алаңның да әсер ететіні бар келгендей ғой. Ал енді түсінікті, бұл ойынды анықтадық. Ендігі кезекті матчымыз Астана Будучность деп аталады. Бұл ойын сағат 20:00-де, яғни 8-де басталады. Алматыда ойнайды. Алматыда ойнайды. Басында Қостанайда ойнау керек болған. Будучностьтың жаңағы ағайындар басшылары болмайды депті. Ана жерде гостиницада жоқ, жөнді саунада жоқ деген сияқты әңгімені келтірген сияқты. Сөйтіп Астананың ойыны Алматыда орталық стадионда болады. Бұл ойынға енді сен? Менде бұл ойынға не жоқ, мнение жоқ ешқандай. 1.31 беріп қойды бұны, әлдағандай қып. Неде боласың деш? Неде боласың, иә. Минус 1,5-нің өзіне 1.8 беріп тұр. Аз ғой? Аз. Жарайды бұл. Мен бұл ойында пенальти болады деп ойлаймын да. Пенальти да дегенді алғым келіп отыр, бірақ мына жерде линияда әлі жоқ. Оған енді берсе де 2.30 ба, сонда береді ғой. 2-ден көп беретін шығар, иә? 2-ден көп береді пенальти иә дегенге. 3-тен көп береді. 3-тен көп бере ма? Онда пенальти да дегенді берем, өйткені ана Бартегиян тыныш жүрмейді. Өткенде де 2 пенальти алып алды ғой Ордабасыға қарсы ойында. Бұл ойында да пенальти болады, сосын ол пенальтиді Сигурьонссон соғады ғой. Пенальти да. Сендер негізі сол өз стильдеріңді бере бересіңдер. Жоқ, бұл жерде менің қарсы шығайын деп отырмын да осы жолы. Мен енді отанымыз Астана деген түсініп, бірақ Астана қазір өте нашар. Чемпионатта зорға дегенде жеңеді. Голдарды да пенальтиден ұрады, болмайтын голдар. Ана Пол Эшфорд деген шын айтқанда бапкер емес адам негізі, ол менеджер адам. Сондықтан мен мынау жарқырап тұрған көзінде оты бар Будучностьта ойын келіп отыр. Өңкей Черногорияның ойыншылары, жас кәдімгі балалар. Физикалық тұрғыдан мықты, бойы ұзын дейсің ғой. Иә, олар ішінде құдай біледі ғой, бір Стефан Йовичич сияқты біреу жүрген жоқ қазір. Бір иә. Ертең көреміз, ол ойынды Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Сондықтан мен фор алғым келіп отыр. Мынау 1.30, бірде Полтара жаңа меншігі фора Астанаға ше, 1.8 беріп тұр. Ол былайша айтқанда букмекерлер шатасып отыр. Қатты көтеріп отыр. Негізі ондай команда емес, өйтіп ойнай алмайды менің ойымша. Сондықтан да мен мына жерде Будучностьтың форасы +2 дегені бар. 1.62. Соны алатын едім. Енді 1.5 деген сәл ауырлау болып кететін жер деп тұрмын, өйткені 2.07 деген 10 алуға болады енді кейбір экспресстерге. Бірақ анау сенімді болады да, 2-ді қойып қоясың. Астана өйтіп бір бәле қылып аяқ астынан 2 гол салып жатса, онда возврат болады. Ештеңе ұтылмаймыз деген сияқты. Иә, бұл өте бір сондай нашарлау матч болып тұр, букмекерлік тұрғыдан енді бәстіккенге ыңғайсыз матч. Ал енді үшінші біздің командамыз түнгі сағат 23:00-де 11-де ойнайды түнгі. Маккаби Хайфа Қайрат, ол ойында Қазспорт арнасы көрсетеді. Ол ойында мен жүргіземін, қадірмен ағайындар. Иә, сол ойынға ал болжам айтыңдар. Болжас. Вот осы жерде вот патриоттық оянып кетеді Қайрат ойнаған кезде. Өзінен өзі. Қайраттың победасына керемет беріп тұр, бірақ сол полтора большысын ала салған дұрыс болып тұр ғой. Қайраттың полтора большысы, иә. Адам шошты. Крупный матч бола, не болады, счет болады ғой ойында. 2.96 коэффициент, 3 коэффициент. Мен обез забит. Енді Қадырлаққа сен отырсың ба сонда? Абат Айымбетов. Жоқ, енді неге Израильге барып енді ашық ойын болып кетеді ғой, соңғы жағы, бәрібірде. Егер жеңіліп жатса. Бірақ матчтан тұрады өзі, иә. Иә, бірақ матчтан тұрады. Мен ойлап тұрмын да, Қайрат соғып тастайды голды деп. Бірінші соғып тастайды полтора большысы. Сосын аналар бір контрдан ұстайды. Контрдан ұстамаса да, былай да мықты ғой ойын қойылған. Бірақ енді Маккаби Хайфа да мықты ғой енді бәрібір. Бірақ мен Қайратқа тигер едім солай. Түсінікті позиция, гол деген жақсы ғой, негізі 4 гол тұрса да 2 гол тұрса полтора большың шығады. Сол ашық ойын болып кетеді, солай болып кетеді ғой. Өте жақсы идея. Мен мына жерде обез забьет и 3,5 больше 3,5 гол алғым келіп отыр да, бірақ линияда әлі жоқ, 2,5 больше бар екен. Жоқ нәрсені айтады екенсің. Бар нәрсені айтайықшы. Реалистік қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Айтшы кәнекей. Онда бірінші таймның тоталы 2-ден көп. Бірінші таймның масқара, ол жеттір қайтеді. Қанша беріп тұр екен?
бірінші тайм 1,5-нан көп. 2,5 беріп тұр. 1,5-нан көп. 1,5-нан көп 2,3 беріп тұр екен. 2-ден көп дегенде 2,5 беріп тұр. Возвратпен сен дедік возврат болып кететін болды бәрі. Возврат бола ма? Енді сен -1,5 шықса, мен -1 шығады ғой бәрібір. Ана жақта да бар. Возвратный ставкалар кетіп қалды деген ғой. Мен Жарайды енді. мен жалпы бұл матчқа негізі Легалбет дегенде жаңа болжам айтам ғой. 2,5 көп деген болжам айтқам негізі. 3,5 беріп отыр ғой негізі. 1,56, иә. Сондықтан мен аса қатты тәуекелге бармай, енді жанкүйерлерге айтайын, 3 көп, 1,87. Әжептәуір келсін. Неге 3,5 емес? Сразу рисковать етіп. Енді менің ойымша жаңағы Маккаби мысалы 1 гол ұрып алса, ойынның басында 20 минут. Болды ғой, қорғанысқа жатып алады. Қайрат бүйтіп тығырыққа тіреледі, 11 адамды айналдырып жүреді сонымен. Ұзақ тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан тотал шықпай қалуы мүмкін. Ондай да қауіп бар. Сондықтан 3 больше дегенді алып отырмын өте жақсы. Негізі 2,5 больше деп болжам айтқам. Мінекей, жалпы. Енді қадірмен ағайын, мұның барлық ойындар біткеннен кейін көре жатармыз. Қазақ клубтарына сәттілік тілейміз. Сіздермен мынау болжам бөлісіп айтып жатқанымызға, қайтадан қауышқанымызға қуаныштымыз. Пікірлеріңізді аямай жазыңыздар. Аладоп арнасына жазыла жүріңіздер. Айтпақшы, біздің арнаның оқырмандарының саны көбейді. 3000 деген отметкаға жеттік. Асып жығылды ма? Иә, асып жығылдық. Үстінде жатыр 3000. Қосылыңыздар, 30 жеткіземіз түбі, біз көбейеміз әлі. Сау сәлеметте болыңыздар. Уәлихан Қосанбай, Сакрат, мен Ермұхамед сіздермен келесі жүздескенше сау сәлеметті болыңыздар деп қош айтсамыз. Сау болыңыздар.